Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматұлы. 2017-де Мұхтар жайлы айтқан пікірің өзгермеді ме? КДТ мүшелері өзіңнің қазақтарың ғой, неге оларды қолдамайсың деген сауалдар келіпті. Мен тілдесуден ешқашанда қашпаған, сондықтан жауап беріп өтейін. 2 жыл бұрынғы бейне жазбамда қай жерлеріңізбен тыңдағандарыңыз маған беймәлім, алайда мен Мұхтарды қазақ тілін білмейді демеген, Тәжівтің өліміне қатысы бар демеген, қаржы жымқырған Мұхтарда демеген. Ал КДТ мәселесіне келер болсақ, қолдауға ие болады, егер де жеке басқа табынушылықты қояр болсаңыздар. Мысалы, Нұрмұхтар Нуриксіз Қазақстанға ақырет келетіндей көреді. Сіздер де солай, Мұхтарсыз Қазақстан оңалмайтындай көресіздер. Кез келген қазақ белсенділік танытып, иманды, сана сезімді, адамгершілігі болатын болса, көшті бастай алады. Қателеспеңіздер, әрбіріміздің иығымызда өз басымыз бар, ойлана білейік. Ал Мұхтарды жақсы экономист, саясаттан да хабар бар, жан-жақты деп қолдар болсаңыздар, ешкімде қарсы емес. Тек қана уәдеңнен Нурик сияқты тура жолдан таяр болсаң, қалай отырғыздық, дәл солай алып тастаймыз дейтін болсаңыздар, қолдауға ие боласыздар. Құрметпен, Жанбол Шекербекұлы Рахматұлы.